Дәстүрлі қазақ тойының маңызды бөлігінің бірі қыз ұзату рәсімі. Бұл қалыңдықтың ата-анасы үшін қуанышты әрі мұңды рәсім. Қызының ұзатылып бара жатқанына қуанғанымен, оның басқа шаңыраққа кететіні ата-анаға ауыр тиетіні анық. Қыз ұзату тойын жасамас бұрын құда түсу салты жасалады. Құдалардың арасынан міндетті түрде бас құда, ол ең сыйлы әрі жасы үлкен адам болу шарт таңдалады. Бас құданың міндетіне 2 жасқа бата беру мен қалыңдықтың қалың малын төлеу кіреді. Белгіленген күні құдалар қалыңдықтың үйіне келеді. Оларды қалыңдықтың туыстары түрлі ұлттық тағамдар қойылған мол дастархан жайып күтіп алады. Құдалар қалыңдық үйінің босағасын аттаған сәтте оларға түрлі тәттілер мен тиын тебеннен шашу шашылады. Мол дастарханнан дәм татып өзара танысып алғаннан кейін құдалар мен құдалыққа келген қонақтарға қалыңдық көрсетіледі. Одан соң сырға салу ғұрпы жасалады. Яғни күйеу жігіттің анасы арнайы алып келген сырғасын қыздың құлағына салады. Сырға салынғаннан кейін бас құда 2 жасқа бата береді. Бұл қалыңдықты өз орталарына қабылдағандықтың белгісі саналады. Қыз ұзату тойы күйеу жігіттің жағы жасайтын үлкен тойдан бір мысқал да кем болмайды. Мол дастархан мен ән жыр, ойын сауықтан бөлек қыз ұзатуда қалыңдық қоштасу жырын орындайды. Тойдың соңына қарай қалыңдықтың алдына жаңа өмірдің белгісі саналатын ақ жол, яғни ақ мата төселеді. Ақ жолмен жүргенде қалыңдық арты жағына қарамауы керек. Егер қарап қойса, некесі бұзылып, қыз төркініне қайтып келеді деген наным бар.